пациентіміз диагноз плексит. Бұндай диагнозда, мына көріңіздер, қол 45 градуста көтеріліп тұр. Осылай көтеріліп тұр. 45 градуста көтеріліп тұр. Негізі мына до конца 90 градусқа бару керек. Плекситте именно мына жауырын. Мына жауырында лопатка. Осы лопатка бізде 3 треугольник болады. Бізде лопаткада біреу точка, 2 точка, именно 3 точка. Осы 3 точка бізде қазір бұл қызымызды жібермей жатыр. Осы 3 точкамен жұмыс жасау керек. Бұл переохлаждениядан болады. Бұндай диагноз қолды бөксеге емес, негізі жауырынға бару керек. Бұл қызымыздікі міне бөкседе тұр, вообще бөгілмейді қол. Осындай диагнозда массаж обязательно керек. Буындар суықтаған, осының бәрін реттеп массаж жасау керек.